Бәріне сәлем, менің каналыма қош келдіңіз. Каналға тіркеліп лайк басып комментарий жаза кетіңіз. Бүгінгі біздің тақырып өз келбетіне көңілі толмай пластикалық операция жасағандар жайында болады. Денис Авнер, ол мысық адамы деп аталып кеткен. Бұл адам тапқан ақшасын бәрін жолбарысқа ұқсау үшін жұмсаған. Ол барлық денесін пластикалық ота жасатып, көп татуировка, айралған тісі мен құлағын мысыққа ұқсатып өзгерткені, өсірілген тырнақтары мен еріндегі өзгерістері. Оны қойып ол дәл жолбарыстың құйрығы секілді құйрық жасатып алған. Ол Үндістанның мысық жайлы аңызын естіген соң мысыққа ұқсағысы келген. Ол программист болып жұмыс істеген. Ол 2012 жылы өзіне қол жұмсап қайтыс болған. Сахар Табар, 21 жастағы ирандық қыз. Ол голливудтық актриса Анджелина Джолиға ұқсағысы келіп, пластикалық ота арқылы соған ұқсауға тырысады. Ол Анджелина Джолиға ұқсау үшін 50 ота жасатыпты. Ол онымен тоқтап қалмай, болашақта силиконды отаны жоспарлап отыр. Ол тіпті диетаға отырып, сұмдық 40 килограммға дейін арықтап кетті. Ең басында осылай болған ирандық қыз енді түзетуге келмейтін ота жасату үстінде. Джастин Джедлика, 42 жастағы америкалық. Ол 18 жасынан бастап 190 пластикалық ота жасатып үлгерді. Ол бала кезінен өз келбетін ұнатпаған. Ол Кен атты қуыршаққа ұқсағысы келеді. Ол тірі қуыршақ болу үшін $100,000 артық ақша жұмсап, мұрын, шеке, ерін, көз, шаш және тағы басқа мүшелерін өзгерту үшін жұмсаған. Оның бұл шөгеті жаттығу залына барып дайындалғаннан емес, жай ғана денесіне силикон толтырады. Ол отаның түр-түрін жасатып, енді не істерін білмей, қуыршақ жігіт қолтығын тереңдететін ота жасайды. Тоби Шелдон, америкалық әнші, Джастин Бибер әншісіне ұқсағысы келіп, оған $100,000 жұмсаған кезде оны бүкіл әлем таныды. Тобиде 2007 жылы шашы түсіп, оған оны ауыстыру арқылы түзеп бергеннен кейін, ол тағы пластикалық ота жасатқысы келіп, әлемді шулатып жүрген өзінен 20 жас кіші Джастин Биберге ұқсағысы келіп, көптеген ота жасатады. Әрине, өзіне жасаған отадан кейін ол жайдан-жай жақсы болып кетпейді. Тоби ауыра бастайды. Ол қатты ауырғанды басу үшін есірткі заттарды қолданып, солай Тоби 2016 жылы өз пәтерінде ағзасында есірткі заттың тыс мөлшерінен өліп кетеді. Рослин Вилденштейн, швейцариялық әйел. Ол күйеуін қатты жақсы көретін. Ол күйеуін арыстандарды ұнататынын байқаған. Миллиардер күйеуіне тосын сый жасамақ болған әйел пластикалық ота жасатып, түрін арыстанға ұқсатуға тырысқан. Бірақ миллиардер күйеуі Джослиннің түрін көріп дереу ажырасқан. Достар, Алла берген түрімізге разы болып, өз денелеріңізді сүйе біліңіздер. Видео ұнады деген ойдамын. Қазақ тілді каналдың дамуы үшін видеоны достарыңызға жіберіңіз, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіз.